Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғали қызы. Сізде бас айналу, әлсіздік, шаршағыштық, ентігу, жүрегіңіздің соғуы жиілесе, тырнақтарыңыз сынғыш болса, шаштарыңыз көп түсетін болса, онда осы видео дәл сізге арналады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қаназдық және анемия деп айтып жатамыз. Анемия дегеніміз не? Анемия дегеніміз қандағы эритроциттердің сандық немесе сапалық азаюы болып келеді. Эритроциттер қанда үлкен кісілерде, ересектерде 130 бен 160-қа дейін болады. 130-дан төмен болатын болса, ал 120-дан 140-қа дейін әйелдерде. 120-дан төмен болатын болса, анемия пайда болады. Эритроциттер сүйек күймігінде түзіліп, бауырда артық мөлшері жиналып, ал 120 күннен асып кетсе, ол көк бауырда ыдырап жойылып отырады. Бізде көк бауырымызда эритроцит жойылғаннан кейін, оның артық темірі эритроциттердің түзілуіне атсалысады. Эритроциттің құрамында гемоглобин болады. Гемоглобин гем мен глобиннен тұрады. Гемнің құрамында темір болады. Бір гемоглобин 4 оттегі молекуласын өзіне байланыстыра алады. Соның нәтижесінде бізде организмде АТФ түзіледі, яғни энергия. Ол бізге бүкіл процестеріміздің жүруіне негізгі атсалысатын молекула болып келеді. Анемияның бірнеше түрлері болады. Темір тапшылықта анемия, B12 тапшылықта анемия, созылмалы аурулардың анемиясы, және фолий жетіспеушілікті анемия болып бөлінеді. Біз солының ішіндегі ең көп жиі кездесетіні темір тапшылықта анемияға тоқтала кетеміз. Темір тапшылықта анемия, яғни өз айтып тұрғандай, организмде темірдің жетіспеушілігінен болатын анемия. Темірдің ағзаға екі түрде енеді. Гемдік және гемдік емес болып. Етті тағамдардан түскен темірді гемдік деп айтамыз. Ал өсімдіктерден түскен темірді оны біз гемдік емес деп атаймыз. Енді гемдік емес темір ол ағзаға гемдік темірге айналып, яғни феррум 2,3 валентіден феррум 2 валентіге айналып, ағзаға сіңеді. Бізде ағзада темірдің жетіспеушілігінің бірнеше себептері болады. Оның бірінші ағзаға тамақпен түсуінің азаюы, ағзада темір сіңірілмеуінің себептерінің бірі ол ағзада қабыну процестерінің нәтижесінде асқазан ішек жолы арқылы темір сіңірілмейді. Екінші, асқазанның кейбір бөлігін резекция, яғни алып тастайтын болса, асқазан арқылы темір сіңірілмейді. Үшінші, яғни көп мөлшерде қолданылатын кездер, ол жасөспірім балалар тез өскен кезде темірді көп мөлшерде қажет етеді. Екі қабат әйелдерде өзіне және балаға темірді қолданып, соның нәтижесінде темір жетіспеушілігі болуы мүмкін. Ал төртінші, яғни тез ыдырап кететін кезде, созылмалы қан ағуларда, яғни егерде асқазанда жара болатын болса, онда жарадан қан ағып, ішектерде қатерлі ісіктер болатын болса, сол қатерлі ісіктерден қан ағып, соның нәтижесінде де темір тапшылықта анемия болуы. Менструация көп мөлшерде келетін болса, соның нәтижесінде де темір тапшылықта анемия болады. Және де егерде ағзада хеликобактер пилори болатын болса, ол асқазанда жара түзіп, жарадан қан ағып, соның нәтижесінде темір тапшылықта анемия болады. Төртінші себебі анкилостомалар нәтижесінде, яғни олар ішекке жабысатын құрттар ішекке жабысып, соның қан тамырының құрамындағы қанды сорып, соның нәтижесінде темір тапшылықта анемия пайда болады.
Анемияның белгілеріне келетін болсақ, яғни анемия қан аз дедік. Қан аздық, яғни миға қан жетіспеген кезде, ол кезде адам ұйқышыл, шаршағыш, әлсіз болып келеді. Ал ентігудің себебі, яғни оттегі, яғни өкпеде қан айналымы аз болған екен, оны қанды жеткілікті мөлшерде жеткізу үшін, оттегі өкпелерге толық жету үшін адам тез демалады. Ол бізге ентігу түрінде көрінеді. Ал жүректе қанның аз болуы, яғни жүрек бүкіл дененің, аяқтың, қолдың ұшына дейін қанды дұрыс жеткізу үшін тез соғады. Яғни қанның мөлшері аз, соны жиі соғады. Жүректің бұлшықеттері сол аз мөлшерде қанды жүректен айдап шыққан екен, соның нәтижесінде жүректің бұлшықеттері үлкейіп, кардиомиопатия пайда болады. Келесі белгісіне келетін болсақ, яғни тырнақтарының қасық тәрізді болып келеді. Яғни тырнақтарының қисық өсуі, тырнақтарының сынғыш болуы осы анемияның белгісі болып келеді. Кейінгі белгісі ол шаштарының түсуі, бұл да анемияның белгісі. Осымен біздің бүгінгі видеомыз бітті. Мен сіздерге келесі видеода анемияны анықтау үшін қандай анализдер тапсыру керек екенін және оны қалай емдеу керек екенін айтып беретін боламын. Видео қызық болатын болса, подписация батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментария жаза кетіңіз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше.